711 есепте алгебралық өрнектегі жақшаны ашыңдар дейді. Бірінші өрнек. Жақша сыртында 5 көбейтілген 2 плюс а. Жақшаның сыртындағы 5-ті әрбір мүшесімен көбейтеміз. 5-ті 2-ке көбейтсек 10 болады. 5-ті аға көбейтсек 5а. Екінші өрнек. Минус жақшаның сыртында 5 плюс в. Бұл жерде минус 1-ге көбейткенде, минус 1 көбейтілген 5 минус 5 болады. Немесе таңбамен жұмыс жасай саламыз, минус пен плюс болады минус в. Жақшаның сыртындағы минус ішкі жақ мәндердің барлығын кері таңбаға өзгертеді деген ережені қолдана саламыз. Екіншісінде минус, мына жерде с минус 3. Жақшаның сыртындағы минус ішкіні кері мәнге аударады, яғни с плюс болып тұр, минус с болады, минус 3 плюс 3 болып өзгереді. Төртінші. Минус 0,4 көбейтілген 6 минус х. Минус пен плюс минус болады. 0,4 6-ға көбейтсек 2,4. Минус пен минус плюс болады. 0,4 х. Бесінші өрнек. Минус 1,3 y плюс z. Минус пен плюс минус болады. 1,3 y. Мына жерде минус пен плюс, тағы да минус болады. 1,3 z. Алтыншы өрнек. 9,1 көбейтілген 10 плюс t. 9,1 10-ға көбейтсек 91, 9,1 t-ға көбейтсек 9,1 t болады. 712 есеп. Жақшаларды ашу керек. Бірінші өрнек. 3-тен 2 көбейтілген жақша ішінде 6а минус 9в плюс 2,7. 3-тен 2-ні әрбіреумен көбейтеміз. 3-тен 2 көбейтілген 6. 2-ні 6-мен көбейтемін 12. 3-ке бөлсек 4 болады. Сонда 4а. Келесісі бізде минус. Жақшаның сырты плюс болғанда барлық жақшаның ішігі таңбалары сол таңбамен қала береді. 2 көбейтілген 9 18. 3-ке бөлеміз 6в болады. Келесі 2 көбейтілген 2,7 5,4 болады. Оны 3-ке бөлетін болсақ, плюс 1,8 болады. Келесі екінші өрнек. Минус 7-ден 2 көбейтілген 7х плюс 28y минус 0,7. Жақшаның сыртында минус таңба, онда ішкінің барлығын кері таңбамен аламыз. Мына жерде 7 минус болып шығады. 2 көбейтілген 7 14, 17-ге бөлеміз 2, 2х. Немесе 7 мен 7 қысқарып кетеді, 2 қалады деп те айтуға болады. Мына плюсым минус болып кетеді. 28 7-ге қысқарады, мұнда 4 қалады. 4-ті 2 мен көбейтеміз 8y. Келесі минусым плюс болып кетеді. 0,7 7-ге бөлсем 0,1 болады. Оны 2-ке көбейтем 0,2 болады. Үшінші өрнек. Минус 1,5 көбейтілген 2 минус 4а плюс 20в. Минус 1,5 таңба жақшаның сыртында теріс. Онда барлығы кері таңбамен 2 минус болып кетеді. 2-ні 1,5 пен көбейтем 3 болады. Минусым плюс болып кетеді. 4-ке көбейткен кезде 6а болады. Мынау минус болып кетеді. 20-ның 1 нөлі өтірді жылыштады. 15 болады. 15-ті 2-ке көбейтсек 30 в-ны жазамыз. Келесі 4-ші өрнек. Жақшаның сыртында 2,3-ке ішіндегі 3х минус 4y плюс 5-ті көбейтеміз. Жақшаның сырты плюс барлығы өз таңбасымен қалады. Сонда 3-ті 2,3 пен көбейтсем 9, 6. 6,9х болады. Минус 4-ке көбейткенде 2 бір ойда, 8 ойдағы мен 9 өтір қоямыз y. Плюс 5-ке көбейткенде 5 бір ойда, 10 ойдағы мен 11 өтір қоямыз. 11,5 шығады. 713 есеп. Ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығару қажет. Бірінші өрнек. 6а плюс 18. Әне алдындағы коэффициенттер 6 мен 18-дің ең үлкен ортақ бөлгіші ол 6. 6-ны шығарамыз. Сонда мұнда а қалады. Плюс 18-ді 6-ға бөлсем 3 қалады. Келесі екіншісінде минус 7в плюс 35. Бұл жерде минус 7-ні шығарып тастайық. Сонда жақшаның іші кері таңбамен болады. В мына 35 минус болып кетеді. 35 7-ге бөлсек 5 қалады. Сонда жақшаны ашқанда қайтадан дәл сол шығады. Мына жерде минус болады. Мына жерде минус пен минус плюс болып кетеді.
Үшіншісінде 8 минус 24c. 8-ді жақшаның сыртына шығарып тастасақ, мұнда 1 қалады, минус 24 8-ге бөлсем 3 қалады. 3c. Төртінші. 3-тен 2x минус 9-дан 4. 3-тен 2-ні шығарып тастауға болады, сонда мұнда x қалады, минус мынау 3-тен 2 көбейтілген 3-тен 2, сонда 3-тен 2 қалады. Келесі 5-шісінде минус 1,2 минус 2,4 y. Бұл жерде минус 1,2-ні шығарып тастайық, жақшаның іші кері таңбамен қалады, сонда мына жерде 1 қалады, минусын плюс болып кетеді, 2 қалады y. Дұрыс қателігін қайтадан жақшаны ашып тексеруге болады, әрбіреумен көбейтіп шығамыз, сонда дәл осы өрнек қайтадан шығу керек. 6-шысында минус 10 плюс 80k. Бұл жерде минус 10-ды шығарып тастайық. Сонда жақшаның ішінде 1 қалады, мұнда минус болып кетеді, минус шыққандықтан 8k. 714 есеп ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығару керек. Бірінші өрнек 8x плюс 8y. Ортақ көбейткіш 8, 8 шығарып тастаймыз, сонда x плюс y болады жақшаның ішінде. Екіншісінде минус 3a плюс 3v. Минус 3-ті шығарып тастайық, сонда мұнда a, но минус болып кетеді v. Теріс сан жақшаның сыртына шығарғанда таңбасы кері өзгереді. Үшіншісінде 15t минус 15k. 15-ті шығарып тастаймыз, сонда жақшаның ішінде t минус k болады. Төртінші 16a минус 20v. Бұл жерде ең үлкен ортақ бөлгіші 4, 4 шығарып тастасақ, мұнда 4a қалады, мұнда 5v қалады. Бесінші минус 35x плюс 42y. 35 7 мен 5, мұнау 7 мен 6-ның көбейтіндісі, сонда 7-ні шығарып тастайық, минус 7-ні шығарып тастайық. Минус 7-ні шығарсақ, мұна жерде плюс 5x қалады, ал мұнау керісінше минус болып өзгереді, 6x, 6y екен ғой, 6y. Так, 6-шы өрнекте минус 6-дан 5c плюс 6-дан 5d. Минус 6-дан 5 жақшаның сыртына шығарып тастаймыз. Жақшаның ішінде 1c, 1 жазылмайды, плюс минус шығарғандықтан жер минус болып өзгеріп кетеді, 1d. Егерде кімде-кім плюс 6-дан 5 шығарғысы келсе, онда мына жерде таңбалар соғалып қалады, минус c плюс d болады деген сияқты. Мына жерде жақша жабылмай кетті, жақшаны жауып қояйын. 715 есеп көбейтудің үлестірімдік қасиетін қолданып, көбейтіндінің мәнін табу қажет. Бірінші өрнек минус 5 көбейтілген минус 107. Так. Алдымен таңбамен жұмыс жасап алайық. Теріс сан мен теріс санның көбейтіндісі оң саны, яғни плюс болып кетеді. Жазып алайын, сонда 5 көбейту 107 болады. Енді көбейтудің үлестірімдік қасиетін қолданайық. Ол дегеніміз қосылғыштарға жіктеп аламыз. Тиімді тәсілмен есептеу ғой. 5 көбейтуді қалдырайық та, ал 107 дегенді 100 қосылған 7 деп жазып аламыз. Сонда әрбір көбейткішпен үлестіріп, жеке-жеке көбейтіп алып қосамыз. Сонда ойша есептеуге болады да, тез қосылған 5 көбейтілген 7. Сонда 500 қосылған 35 болады, 535. Келесі екінші өрнек. Бұл жерде минус 9 көбейтілген 101. Минус таңбалы сан шығады, 10 мен 10 теріс санның көбейтіндісі. 9-ды өзін жазайық та, 100-ді 100 қосылған 1 деп жазып аламыз. Сонда жақшаны ашатын болсақ, минус 9 көбейтілген 100, немесе 1-ден ашып жазуға болады. Минус 9 көбейту 1 болады. Сонда минус 900, минус 9 екеуі қосылады, жауабы минус 909 болады. Үшінші өрнек. Толық жазып жатырмын, кім бірден есептегісі келеді, бірден есептеп кете береді. Минус 8 көбейтілген 103. Минус 8 көбейтілген 100 плюс 3 деп жазып алайық. Бұл жерде теріс сан шығады, таңбалары әртүрлі. Минус 8-ді 100-бен көбейтем, минус 800 болады. Минус 8-ді 3-бен көбейтем, минус 24. Міне осы жол қысқаша жасалайық. Екі теріс сан қосылады, таңбасы теріс болады. Төртінші 13 көбейтілген минус 101.
оң сан мен теріс санның көбейтіндісі теріс сан болады. Алдына минусты қойып қойық. 13 көбейтілген 100 плюс 1 деп жазайын. 100-ді 13 пен көбейтсек минус 1300 болады. Минус 1 мен көбейтсек минус 13 болады. Сонда жауабы минус 1313-ке тең. Бесінші. Минус 98 көбейтілген минус 21. Так, бұл жерде теріс сан мен теріс санның көбейтіндісі оң сан, сонда таңба жазбаймыз. Қалай есептеген тиімді ойланып көрейік. 21, мұнда 98. Мұнда 20 мен 1-дің қосындысы десем, 98-ге көбейту ыңғайлы болады ма? Нормально ыңғайлы болады, я сөйтіп жаза берейік. 98 көбейтілген 20 қосу 1 болсын. 2-ге көбейткенде 6, 1 ойда, 18 ойдағы мен 19, 0-ін тіркей саламыз. Қосамыз, 1-ге көбейткенде 98 шығады. Енді бір-біріне қосамыз. 8, так, 5, 1 ойда, 0 ойда 1, 2 болады. 2058 шығады екен. 6-шы өрнек. Минус 17 көбейтілген 105. Бұл жерде теріс сан шығады. Минус 17 көбейтілген 100 қосу 5 деп жазып алайық. 100 бен көбейткенде минус 1700 болады. 5 бен көбейткенде минус 85 болады. Қосамыз, минус 1785 болады өрнектің мәні.